Екінші патшалықтар 13-ші тарау. Бұдан біраз уақыт өткен соң, Дәуіт ұлы Амнон Тамарға ғашық болып қалды. Тамар Дәуіт ұлы Абисаломның бірге туған қарындасы, өте сұлу қыз болатын. Амнон қарындасы Тамар үшін қиналғаны сонша, тіпті ауырып та қалды. Тамар пәк болатын, әрі Амнон ешқашан онымен бірге бола алмаймын деп түңілді. Бірақ Амнонның Жонадап есімді өте қу досы болды. Ол Дәуіттің туған ағасы Шаммақтың ұлы еді. Жонадап Амноннан: «Не болды? Патшазадасың, неге күн өткен сайын сонша көңілсізсің? Маған айтпайсың ба?» деп сұрады. Амнон: «Мен бауырым Абисаломның қарындасы Тамарға ғашық болып қалдым» деп жауап берді. Сонда Жонадап оған мынадай ақыл берді: «Ауырып қалғандай төсегіңде жата бер. Әкең халіңді білуге келгенде, оған: қарындасым Тамар келіп, маған тамақ берсінші, оны көз алдымда дайындасын, мен оның қолынан жеп алайын деген өтінішіңді білдір». Сондықтан Амнон төсегінде жатып, қатты ауырғансынды. Патша оның халін білуге келгенде, Амнон одан: «Қарындасым Тамар келіп, менің көз алдымда бір-екі нан пісіріп берсінші, оның қолынан жеп алайын деп өтінді. Дәуіт сарайдағы Тамарға: «Ағаң Амнонның үйіне барып, оған тамақ дайындап бер» деген сәлем жіберді. Содан Тамар ағасы Амнонның үйіне, оның жатқан жеріне барды. Қыз қамыр алып иледі де, Амнонның көз алдында тәтті нан жасап пісірді. Табаны алып, нанды Амнонның алдына қойды. Бірақ ол жеуден бас тартып, қызметшілеріне: «Бәрің қасымнан кетіңдер» деп бұйырды. Содан Амнон Тамарға: «Тамақты ішкі бөлмеме алып баршы, сонда мен сенің қолыңнан жеймін» деп тапсырды. Тамар пісірген тәтті нандарын алып, ағасы Амнонның ішкі бөлмесіне апарды. Бірақ қыз тамағын алдына қойып жатқанда, Амнон оны ұстап алып: «Кәне сүйікті қарындасым, екеуміз бірге болайық» деді. Ол оған жалынып: «Жоқ ағатай, маған күш көрсетпеңізші, бұл Израильде ешқашан істелмейтін іс. Мұндай жетесіздікті істей көрмеңіз. Мен қалайша осындай масқарамнан арылар едім? Өзіңізде Израильдегі ұятқа қалған ақымақ боласыз. Өтінемін, патшамен сөйлесіңізші, ол мені сізге беруден бас тарта қоймас» деді. Бірақ Амнон Тамарды тыңдағысы келмеді. Күштірек болғандықтан зорлықпен көндіріп онымен жақындасты. Осыдан кейін Амнон Тамарды қатты жек көріп кетті. Оған деген жиіркенішті тіпті бұрынғы ғашықтығынан да әлде қайда басым болды. Амнон оған: «Тұр да жоғал» деп бұйырды. Бірақ Тамар оған: «Жоқ ағатайым, мені қуып жіберуіңіз маған жаңағы істегеніңізден бетер жаман болар еді» деп жауап берді. Алайда Амнон тыңдамай, өзіне қызмет ететін бір жас жігітін шақырып алып, оған: «Мына әйелді қасымнан әкет те, артынан есікті бекітіп қой» деп бұйырды. Қызметші Тамарды сыртқа шығарып жіберіп, артынан есікті бекітіп алды. Тамар патшаның отау құрмаған қыздары киетін етек жеңі ұзын, сәнді көйлек киіп жүретін. Содан ол басына күл сеуіп, үстіне киіп алған ұзын көйлегінің өңірін айыра жыртты да, бетін қолдарымен жауып алып, еңіреп жылап кете берді. Тамардың туған ағасы Абисалом оған: «Ағаң Амнон сенімен бірге болды ма? Тынышталшы енді қарындасым, ол сенің ағайының ғой, қапаланбай-ақ қой» деді. Сонда Тамар жалғыз қалып ағасы Абисаломның үйінде тұратын болды. Болған оқиға туралы естіген Дәуіт патша қатты ашуланды. Бірақ ол тұңғыш ұлы болғандықтан ерекше жақсы көрген Амнонды жазаламай қоя салды. Абисалом да Амнонға не жақсы не жаман бір сөз айтпады. Алайда ол туған қарындасын масқаралаған Амнонды қатты жек көріп кетті. Бұдан 2 жыл өткеннен кейін Абисалом Ефремнің жанындағы Бағал Хасорда қой қырқу мерекесін өткізетін болып, оған барлық патшазадаларды шақырды. Абисалом патшаға барып, оны: «Мендей қызметшіңізде қой қырқу науқаны өтіп жатыр. Патша тақсыр, мен оның нөкерлері менімен бірге соған бармас па екен?» деп шақырды. Бірақ патша Абисаломға жауап беріп: «Жоқ ұлым, барлығымыз бармай-ақ қояйық.
әйтпесе саған тым үлкен әурешілік болар, деді. Абессалом патшадан қайта-қайта өтінсе де, ол бармаймын деген шешімін өзгерткен жоқ. Алайда оған батасын берді. Абессалом, онда інім Амнонды бізбен бірге жіберіңізші деп өтінгенде патша, оған сенімен бірге барып не бар деген сауал қойды. Бірақ Абессалом қоймастан сұрай беріп, ақыры Амнонды да, басқа патшазадаларды да жіберуге патшаны көндірді. Ал Абессалом өзінің қызметшілеріне мынадай бұйрық беріп қойған болатын. Бер қараңдар, Амнон шарапқа тойып қызып алғанда, мен Амнонды шауып тастаңдар деп бұйырамын. Сонда оны шауып өлтіріңдер. Қорықпаңдар, бұны сендерге бұйырып отырған өзіммін. Батыл да ер жүрек болыңдар. Қызметшілері Абессаломның бұйрығын бұлжытпай орындап, Амнонды өлтіріп тастады. Мұны көрген өзге патшазадалар орындарынан атып тұрып әрқайсысы қашырына мініп қаша жөнелді. Олар әлі де жолда келе жатқанда Абессалом патшаның барлық ұлдарын өлтіріп тастапты, біреуі де тірі қалмапты деген суық хабар Дәуітке жетті. Сонда патша орнынан тұрды да, қатты қайғырып көйлегінің өңірін айыра жыртып, тақыр жерге жата қалды. Оның қасында тұрған барлық нөкерлері де қатты қайғырып осылай істеді. Бірақ Дәуіттің ағасы Шаммақтың ұлы Жонадап патшаны жұбатып былай деді: «Уа тақсыр ием, күллі жас жігіттерді, патшаның барлық ұлдарын да өлтірді деп ойламаңыз. Өлген жалғыз Амнон ғана. Амнон Абессаломның туған қарындасы Тамарды масқаралаған күннен бастап Абессалом осыған ниеттеніп келген болатын. Сондықтан, уа тақсыр ием, патшаның барлық ұлдары өлді деген хабардан жүрегіңіз қобалжымасын. Себебі өлген жалғыз Амнон ғана». Осы аралықта Абессалом қашып кетті. Күзетте тұрған жас жігіт жоғары қарағанда, ар жақтағы қыраттың жолымен келе жатқан көп адамды көрді. Күзетші тездетіп патшаға барып оған: «Қыраттың етегіндегі Харанаим жолымен келе жатқан көп адамды көрдім» деп мәлімдеді. Жонадап патшаға: «Көрдіңіз бе, патшазадалар келе жатыр, мендей қызметшіңіздің айтқаны дәл келді» деді. Ол сөйлеп бола салысымен дауыс көтеріп жоқтау айтқан патшаның ұлдары кіріп келді. Патша мен оның қызметкерлері де қатты қайғыра жоқтап жылады. Осыдан бастап Дәуіт тұңғыш ұлы Амнонды ұдайы жоқтаумен болды. Ал Абессалом Гешур патшасы Амихуд ұлы Талмайға қашып барды. Ол сол жерде 3 жыл тұрды. Амнонның қазасына қайғысы басылған соң, Дәуіт Абессаломды сағына бастады. Патшалықтар туралы 2-ші жазба, 14-ші тарау. Сарыяның ұлы Жоғап Дәуіт патшаның Абессаломды сағынғанын байқап қалды. Жоғап Текояға адам жіберіп, ол жақтан бір ақылды әйелді алдыртып, оған былай деді: «Жоқтап қайғырғандай болып, азалы киім киіп ал. Өзіңді маймен сылама, керісінше, көп күн бойы өлген адамды жоқтап келген біреудей бол. Патшаның алдына барып, оған былай де», деп Жоғап оған не айту керек екендігін үйретті. Текоялық әйел патшаның алдына барып, басын жерге тигізе жығылып, қошемет көрсетті. Содан кейін жалынып: «Уа, патша ағызам, маған көмектесе көріңізші», деп өтінді. Патша одан: «Не болды?» деп сұрады. Әйел былай деп жауап берді: «Күйеуім қайтыс болған бір бейшара жесірмін. Алдыңыздағы күңіңіздің 2 ұлы бар еді. Олар бір күні далада жүргенде бір-бірімен төбелесіп қалыпты. Ал оларды ажырататын ешкім болмаған. Сөйтіп біреуі екіншісін ұрып өлтіріп тастады. Қазір бүкіл әулет маған қарсы шығып отыр. Олар бауырын өлтіргенді бізге тапсыр. Оны өлтіріп, бауыры үшін кек алудан тайынбаймыз. Сонда біз жалғыз мұрагерді құртып жоқ қыламыз» деуде. Осылай олар менің соңғы ұшқынымды сөндіріп, күйеуімнен жер бетінде қалған жалғыз тұяғын да қалдырмай атын өшірмекші. Патша әйелге: «Үйіңе қайта бер. Сенің ісің туралы қажетті бұйрықты шығарамын», деп уәде етті. Сонда
текоялық әйел патшаға: «Уа, патшайым, қандай да кінә болмасын, ол менің басыма, әкемнің әулетіне түссін. Патша мен оның тағы кінәсіз болсын», деді. Патша оған: «Егер біреу саған қарсы сөйлесе, оны маған алып кел. Сол адам енді қайтып саған еш тиіспейтін болады», деп тапсырды. Әйел: «Онда, патшайым, ұлымды қорғаймын деп, өзінің Құдайы жаратқан иенің атымен ант етсе екен, кек алушы тағы көбірек қан төгіп, ұлымның көзін құртпасын», дегенде, патша әйелге: «Мәңгі тірі жаратқан иенің алдында шын айтамын, ұлыңның басынан бір тал шашы да жерге түспейді», деп ант етті. Әйел: «Патша ием, өзінің күңіне тағы бір сөз айтуға рұқсат етсінші», деп өтінді. Патша: «Сөйлей бер», деп келісті. Әйел былай деді: «Онда сіз неге дәл осындай нәрсені Құдайдың халқына қарсы ойлап келесіз? Осылай деп патша өзін өзі әшкерлеп отырған жоқ па? Өйткені патша өзінің қудалағанын қайтармай отыр. Біздің бәріміз әйтеуір бір кезде өліп, қайта жинауға келмейтін төгілген су сияқты боламыз. Бірақ Құдай кісі өлтіруші іспетті емес, қайта ол қудаланған адамды өзінен алшақ жүрмесін деп қайтаруды көздейді. Сол адамдар мені қорқытқандықтан мен патшамен сөйлесейін, мүмкін өтінішімді орындар деген оймен осыны айтуға патша иемнің алдына келіп отырмын. Мүмкін патша осыған құлақ асып, мені де, ұлымды да Құдай бізге мұралыққа берген үлесімізден қол үздірейін деп отырған адамнан құтқарып қалар. Сонымен алдыңыздағы күңіңіз іштей. Патша ием Құдайдың періштесі сияқты, жақсы мен жаманды дұрыс ажырата алатындықтан патша иемнің сөздері жаныма тыныштық әкелсін деп ойлады. Лайым Құдайыңыз жаратқан ие сізге жар бола берсін. Осыны тыңдап болып патша: «Мен саған бір сұрақ қоямын. Еш нәрсені бүкпей жауап бер», деді. Әйел: «Я, патшайым, сұрай беріңіз», деді. Патша: «Осының бәрін саған айтқызып тұрған жоғап емес пе?» деген сауал қойды. Әйел оған: «Уа, патша ием, сіздің алдыңызда шын айтамын. Патша иемнің айтқанынан не оңға, не солға бұлтаруға болмайды. Маған осы тапсырманы берген расында да жоғап еді. Осылай айт деп сөздерді аузыма салып берген де сол. Бұл жайтты басқа қырынан көрсету үшін қызметшіңіз жоғап осыны істеп отыр. Ал жер бетінде болып жатқаның бәрінен де хабардар Құдайдың періштесінің дана екені іспетті, тақсыр ием де сондай дана», деп жауап берді. Патша жоғапты қасына шақырып алып оған: «Жарайды, өтінішіңді орындайын. Барып, жас жігіт Абессаломды қайтарып алып кел», деп тапсырды. Жоғап жерге дейін иіліп қошемет көрсетті де, патша үшін игі тілек тілеп оған: «Уа, патша ием, сіздің алдыңыздағы қызметшіңіз бүгін мейіріміңізге ие болғанын біліп отыр. Себебі патша өтінішімді орындады», деді. Осыдан кейін жоғап шығып кетті де Гешурге бет алды. Сол жерден ол Абессаломды Иерусалимге қайтарып алып келді. Алайда патша: «Үйіне барсын, менің көзіме еш көрінбесін», деп бұйырды. Сондықтан Абессалом патшамен жүздесе алмай өз үйіне кетті. Бүкіл Исраилде көркі Абессаломның көркінен көбірек мақталған ер адам болмады. Басынан аяғына дейін оның бойынан ешбір мін табылмады. Абессалом шашын тым ауыр болып кеткен кезде ғана жылына бір-ақ рет қырқатын. Сонда оның қырқылған шашының салмағы патшалық өлшемнің 200 мысқалына жететін. Абессаломның 3 ұлы және Тамар атты бір қызы болды. Тамар өте сұлу болатын. Абессалом Иерусалимде патшамен жүздесе алмай 2 жыл жүрді. Бұдан кейін Абессалом патшаға жіберейін деп Жоғапты шақыртты. Бірақ Жоғап оған келуден бас тартты.
Екінші рет адам жіберіп шақыртқанда да ол келмей қойды. Сонда Абисалом қасындағы қызметшілеріне: менің егістігімнің жанындағы Жоғаптың егістігін білесіңдер ғой. Сонда қазір арпа пісіп тұр. Барыңдар да егістігіне от қойыңдар деп бұйырды. Олар от қойып, егінді өртеп жіберді. Жоғаптың қызметшілері оған жүгіріп келіп, Абисаломның қызметшілері егінге от қойды деп мәлімдегенде, Жоғап орнынан тұрып, Абисаломның үйіне барды. Оған: сенің қызметшілерің неге менің егінімді өртеп жіберді деп шағымданды. Абисалом Жоғапқа: маған келіп, патшаға: мені неге Гешурден қайтарып әкелдіңіз? Менің сол жерде қала бергенім артық болар еді деген сәлемімді жеткізуге сізді шақырған едім ғой. Ал енді мен патшаның бет жүзін көргім келеді. Егер менің бір кінәм болса, патша мені өлімге бұйыртсын деп жауап берді. Сонда Жоғап патшаға барып Абисаломның өтінішін жеткізді. Патша Абисаломды өзіне шақырып алды. Ол патшаның алдына келіп, басын жерге тигізе қошеметтеп жығылды. Ал патша Абисаломды құшақтап сүйді. Екінші патшалықтар 15-ші тарау. Осыдан кейін Абисалом өзіне соғыс күймесін, оған жегілетін аттар және алдында жүгіріп жүретін 50 адамды жинады. Абисалом таңертең ерте тұрып алып, қала қақпасына апаратын жолда тұратын еді. Өзінің бір ісімен патшаның сотына жүгінуге біреу бара жатса, Абисалом оны шақырып алып: қай қаладансың деп сұрайтын. Сол адам өзінің Исраилдің қай руынан екенін айтқанда, Абисалом оған: бұл істе шындық пен әділдік сенің жағыңда екенін көріп тұрмын, бірақ патшаның сені тыңдар ешкімі жоқ дейтін еді. Абисалом бұған тағы мынаны да қосатын: шіркін, мені елге төреші етіп тағайындаса ғой, сонда арыз шағымды не даулы ісі бар кез келген адам маған келе алар еді. Ал мен оның ісін әділдікпен шешкен болар едім. Біреу оның алдына келіп басын жерге тигізе жығылса, Абисалом қолын созып, оны бауырына тартып құшақтап сүйетін. Патшаның сотына әділдік іздеп келген әрбір Исраилдікпен ол осылай істейтін. Сөйтіп Абисалом Исраилдің күллі ер азаматтарының жүректерін жаулап алды. 4 жыл өткеннен кейін Абисалом патшаға мына өтінішін білдірді: маған Хебронға барып, жаратқан иеге антпен берген уәдемді орындауға рұқсат берсеңіз екен. Себебі Арама өлкесіндегі Гешурде тұрған кезінде алдыңыздағы қызметшіңіз, егер жаратқан ие мені Иерусалимге қайтарса, мен оған Хебронда сиынып ғибадат етемін деген уәде берген болатын. Патша: аман есен бара ғой деп рұқсат берді. Сонда Абисалом жиналып Хебронға бет алды. Алайда Абисалом бүкіл Исраилдің барлық руларына астыртын тыңшыларын жіберіп, керней дауысын естігенде, Абисалом Хебронда патша болды деп жар салыңдар деген сәлемін таратқызды. Абисаломның жанында еріп жүрген Иерусалимдік 200 адам бар еді. Олар шақыруды қабылдағанмен, оның астыртын мәні жайлы мүлдем бейхабар болатын. Абисалом құрбандықтарын ұсынып жатқан кезде, Дәуіттің кеңесшісі Ғилолық Ахитопельге адам жіберіп, оны тұрған қаласы Ғилодан алдыртты. Абисаломды қолдаған адамдардың саны өсе бергендіктен, олардың астыртын іс-әрекеттері де күшейе түсті. Бір хабаршы Дәуітке келіп, оған Исраилдің адамдары Абисаломның жағына шығып кетіпті дегенді айтты. Дәуіт Иерусалимде қасында болғандардың бәріне: жиналыңдар, бізге қашып кету керек. Әйтпесе Абисаломнан ешқайсымыз құтыла алмай қалармыз. Тез кетейік. Ол тұтқиылдан шабуылдап, қаланы иемденіп алып, тұрғындарының барлығын семсермен қырып жүрер деп бұйырды. Патшаның нөкерлері: патша иеміз не шешсе де, біз соны орындаймыз деді. Патша өзінің бүкіл үй ішімен жолға шығып, тек сарайды қадағалауға 10 кәнизагін қалдырып кетті. Патша соңынан бүкіл халқын ертіп шығып, біраз жер жүргеннен кейін бір үйдің жанына келіп тоқтады. Патшаның барлық қызметшілері
керектіктер мен пелеттіктер әрі өзіне ғаттан еріп келген 600 ғаттық жасақшы оның алдынан өтті. Сонда патша ғаттық Иттайға: «Бізбен неге келе жатырсың? Кері қайтып патшамен бірге бол. Өзің жат жерліксің, оның үстіне өз еліңнен жер аударылғансың. Сенің келгенің күні кеше ғана, ал бүгін қайда барарымды өзім де білмей тұрғанымда, сені өзімізбен бірге тентіретуге қалайша мәжбүрлей аламыз? Қой, қайт, басыңдағы ағайындарыңды да өзіңмен бірге ала кет. Лайым жаратқан ие саған жар болып, берік мейірімін таныта көрсін», деді. Бірақ Ияттай патшаға: «Мәңгі тірі жаратқан иенің алдында және патша иемнің алдында шын айтамын, патша ием өлімге болсын, өмірге болсын, қайда барса да алдыңыздағы қызметшіңіз де сол жерде болады», деп ант етті. Сонда Дәуіт Иттайға: «Онда өтіп алға шық», деді. Осылай ғаттық Иттай оның барлық адамдары мен отбасылары патшаның алдынан өтіп